Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздермен өте дәмді, ерекше, әдемі осындай рогалики жасайтын боламын. Қалай шыққанын көргілеріңіз келсе, видеоны үзбей соңына дейін қарап шығамыз. Видеоны қарамас бұрын мені қолдап, лайк басып, каналыма жазылып кетулеріңіз сұраймын. Ал кеттік, бисмилля. Ол үшін алдымен қайнаған суға 1 қасық секер және тұзды салып ерітіп аламыз. Ерігеннен кейін үстіне сүт құйып, қоспамыз жылиды бұл уақытта, сосын дрожж салып тағы да араластырамыз. Ысы суға дрожж салуға болмайды, әйтпесе қамырымыз ашымай қалады. Сосын оған ұнын қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ болу керек. Мінекей қамырымыз жұмсақ болып иленді. Енді оның бетіне пакет жауып, жылы жерге 1 сағатқа ашығанша қоямыз. Қамырымыз ашығанша рогаликидің ортасына салатын творогын дайындап аламыз. 1 килогесеге творогты салып, оған 2 ас қасық қант, 1 жұмыртқа және де 50-80 грамдай сары май салып, әбден араластырып аламыз. Мінекей қамырымыз ашыды. Енді бұны орташа бірнеше бөліктерге бөліп, дөңгелек шарик жасап аламыз қамырымызды. Сосын оны орташа жұқалықта жазып, видеода көріп тұрғаныңыздай сызып, узор саламыз. Кез келген пышақ, басқа нәрселермен кессеңіз болады. Ең бастысы бір-біріне қарама-қарсы бағытта кесілу керек. Оған творогымызды салып, дәл видеодағыдай бағытта ораңыздар. Дайындаған қамырды табаға майлап барлығын саламыз да, бетін жауып, кішкене көтерілгенше қоямыз. Бұл уақытта бетіне жағатын жұмыртқаны дайындаймыз. Яғни жұмыртқаның сары уызы мен сүтті араластырып аламыз. Жұмыртқаның тек сары уызын ғана алып пайдаланамыз. Осылайша рогаликидің барлығына жағып шығып, сосын бетіне күнже сеуіп жатырмын. Және де оны 180 градус духовкада 10 минутта пісіріп аламыз. Мінекей біздің рогаликиларымыз өте әдемі, дәмді болып пісті. Дәл осы рецепті бойынша сіз де үйлеріңізге дайындап көріңіздер, өте керемет шығады, ұнайтынына 100% сенімдім. Достар, келесі видеода қандай рецептімен бөліскенімді қалайсыздар, өз ойларыңызды комментарийға қалдыруды ұмытпаңыз. Сонымен қатар мені қолдап отырыңыздар. Назарларыңызға көп-көп рахмет, сау саламат болыңыздар.